Армысыздар көрермен. 22 қаңтарда өткен парламент мәжілісінің пленарлық отырысында депутаттар бірқатар бастама көтерді. Бастамалардың ішінде ақш президенті Дональд Трамптың өз инаугурациясы кезінде айтқан сөзіне байланыстысы бар. Трамп екі ғана жынысты, яғни ерді ер, әйелді әйел деп қарастыру мемлекеттік саясат деңгейіндегі маңызды мәселе екенін айтқан. Оның бұл сөзі ақшта ЛГБТ деген нәрсеге орын болмау керек дегенге саяды. Осы түрткі болған шығар. Парламент мәжілісінің жиынында депутат Еділ Жаңбыршин депутаттық сауал жолдап, елде ЛГБТ насихатына тыйым салу керегін мәлімдеді. Депутат былай дейді: бұл ЛГБТ-ға, яғни табиғи жаратылысқа қарсы жын ойнақ топтарға біз түгілі енді ақшта заңмен тыйым салынады деген сөз. Бұл жаңалық батысты өздеріне қорғаушы санап жүрген қыз текелерге төбелерінен жай түскендей болғаны анық. Осы тұста барлық қыз текелерге дядя Дональдтан жалынды сәлем. Бұл ретте ақш президентінің шешімі мәжіліс депутаттарының ЛГБТ-ға қарсы ұстанымымен ұштасты. Өйткені біз мәжіліске келгелі бері ұлтымыздың болашағына балта шауып жүрген азғын жолмен күресіп келе жатырмыз. Мен білетін үкіметке кемінде бірнеше нақты депутаттық сауал жолданды. Депутат Жаңбыршин елде ЛГБТ-ны насихаттауға тыйым салуды көздейтін заң нормаларында әзірлепті. Алайда кейбір шенеуніктер батыс елдері өкілдерінің демократияны шектеп жатсыңдар, адам құқығын таптап жатсыңдар деген уәжбен қарсылық білдірген екен. Оның айтуына қарағанда ЛГБТ өкілдері және олардың сыбайластары депутаттар мен олардың отбасыларына әлеуметтік желіде және бұқаралық ақпарат құралдарында ақпараттық шабуыл ұйымдастырған. Бірақ бұл күресте біз жалғыз қалған жоқпыз. Көзі ашық, көкірегі ояу азаматтар жалпы қоғам бізді қолдап, e-petition KZ мемлекеттік платформасында ЛГБТ насихатына қарсы петиция жариялады. Небәрі 2 аптада петиция 50 000 қол жинаған білеміз. Бұл нені көрсетті? Бұл ұлттық болмысымызға жат ЛГБТ ағымына халықтың ашық қарсы екенін көрсетті. Ал парламент бірінші кезекте халықтың мүддесін ескеріп, оны нақты заңнамамен іске асыруы тиіс дейді Жаңбыршин. Ол өз сауалында үкімет петиция талаптарын және ЛГБТ-ны насихаттауға тыйым салуды көздейтін болашақ заң нормаларын қолдау керек деді. Ал ЛГБТ-ны қолдап, мәжіліс депутаттарына ақпараттық шабуыл ұйымдастырғандарды тауып, жазалау керек деген талап қойды. Парламент мәжілісінің пленарлық отырысында көтерілген өзге де бастамаларға келсек, олардың бірі бала тууға қатысты. Жиында баласы жоқтарға салық енгізу мәселесі талқыға түсті. Депутат Болат Керімбек қазақстандықтардың күннен күнге некеге тұру және ата-ана болу сәтін кейінге қалдырып жатқанына назар аударды. Материалдық құндылықтар моральдық құндылықтан асып кетіп жатыр. Өйткені отбасының басты мақсаты ұрпақ әкелу және тәрбиелеу, ұрпақ жалғастыру, рухани құндылықтарды ұрпақтан ұрпаққа жеткізу. Уақытында үйленіп, балалы болу керек. Қазақстандық қыздардың ана болудан саналы түрде бас тартып, өз үшін өмір сүруді қалайтыны алаңдатады, деді депутат. Жалпы мәжілісте осыған байланысты заң жобасы дайындалуы мүмкін. Сонымен қатар жиында депутаттар резервтегі әскери қызмет туралы заң жобасын мақұлдады. Соған сәйкес 2025 жылы елде 2000 адам резервтегі әскери қызметке шақырылады. Заң жобасында оқу жаттығулар немесе жиындар кезінде әскери қызметкер мәртебесін алатын резервтегі әскери адам деген жаңа ұғым енгізіледі. Депутаттар әскери қызмет және әскери қызметкерлердің мәртебесі туралы заңға резервтегі әскери қызмет деген жаңа тарау енгізуді ұсынды. Бұдан бөлек депутаттар резервтегі әскери адамдарды әлеуметтік қамтамасыз ету, оның ішінде жалақы, зейнетақы төлемдері, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар мен жарналар және өзге де төлемдер мәселелерін реттейтін түзетулерді де ұсынды.
Ал бір топ депутат кино саласын сынап премьер-министрге сауал жолдады. Депутаттар былай деп жазды. Өткен 2024 жылы қазақстандық 90 фильм прокатқа шығыпты. Соның 56-сы комедия. Күлдіреміз деп бүлдіріп жатырмыз. Жалпы қазір күлетін кезбе картиналар жыл сайын 30 фильмге толыққан. Кассадан түскен түсімдерде аз емес. 6 фильм миллиард теңгеден астам касса жинаған. Бірақ көпшілігінің сапасы сын көтермейді. Көбі тарихи, экшн, комедиялық, авторлық фильмдер. Депутаттар кинематография туралы заңды қатаңдатуды ұсынады. Олар түсірілетін фильмдердің идеологиялық, тілдік, ұлттық ұстанымын реттеу тетігін қарастыратын көркемдік сараптамалық кеңес құру керек дейді. Сондай-ақ мемлекеттік тілдегі ұлттық фильмдердің үлес салмағына басымдық беруді, фильмдерде мемлекеттік тілдің нормаларын бұзуды қатаң қадағалауды, халықты тек ұлттық киноларды көрсететін кинотеатрлармен қамтамасыз етуді ұсынады. Құрметті көрермен, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.